Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Лопес. Достар, бүгінгі видеода біз топ нышкаларды көрсететін боламыз. Сол топ нышкаларды көрсетпестен бұрын достар, каналға жазылып, тіркеліп лайк басып кетейік. Мен сендерге сендім. Видеоны топқа шығарып жіберіп, менің каналымды дамытуға көмектесіп жүреді деген ойдамын. Ал онда болса, біз видеоны бастауға кеттік. Топ бірінші нышкамыз дәл осы жерде болмақ. Бұл жерде көп адамдар өте бермейді. Сол себептен бұл жер сіздерге қолайлы. Достар, бұл жерде сіздерді бәрі байқап қояды. Бір ғана топ, бұл жерде топқа кіруге шанс көп. Және де келеткен адамдарды күтіп ала аласыз. Сізді көру шансы бұл жақтан өте аздау болып келеді. Сол себептен осы жерді дұрыс пайдаланған адам үшін топ 1 сол адамдікі болады. Және де лутты маңызды түрде алып алған дұрыс болады. Топ 2. Бұл куратник. Куратниктің астында сіздерге осындай бір нышканың түрі бар. Бұл жерден адамдар сіздерді байқай бермейді. Көп адамдар бұяқтан өтіп те жүре бермейді. Ал сіздер осы жерге макс сабал болсаңыздар, келген адамды күтіп алып, оны оңай жеңіп тастауға болатынын ұмытпайық. Бұл жерде мен өте көп байқап көрдім. 4-5 рет осы жерге түсіп до конца оттым. Көп адам келе қойғанда жоқ. Және де келген адамдардың бәрін өтіріп тастап оттым. Себебі қолымда ыңғайлы қаруларды ұстап алсаң, зажимать етіп оны тез жеңуге болады. Сол себептен осы жерде пайдаланған дұрыс деп санаймын. Және де сіз менің пікіріме келіседі деген ойдамын. Ал ондай болса лайк басып кет. Топ 3. Осы жер өте сіздерге ыңғайлы емес болып саналады. Әрине бұяқтан адамдар сіздерді байқау шансы өте аз деуге келмейді. Бірақ бұл жерде тығылсаңыздар сіздерді байқай қоюды шансы жоғары емес. Мен осы жерге 6 рет түсіп осылай жатып көргенмін. Бұл жердегі адамдар мені 3 рет қасымнан өткен кезде байқаған жоқ. Негізінен бұл жақтан адамдар өте бермейді. Бәрі бұяққа аңғарып та қарай бермейді. Сізді жатқан лут деп те ойлап қалып та ойламайды. Сізді бұяқтан көре бермейді. Сол себептен осы жерге жатып алған дұрыс деп ойлаймын. Бұяқта достар, сіздерге бір ғана плюсы, сіздер лутайт етуге де үлкен шанс бар. Және де пикте орналасқандықтан топ 1-ге де шанс өте жоғары. Сол себептен осы жерді сіздерге пайдаланып көреді деген ойдамын. Топ 4. Олда пикте орналасқан осы жерді аласыздар. Осы жерде жатқан дәл осындай балкон болады. Осы балконның осы шетінде осы жерге секіріп, осы жақтан бір күшті нышка сияқты табылады. Бұл жерден сіздерді адамдар байқайды әрине. Бірақ та сіздерге өте үлкен тактика бар. Келген адамдардың позициясын қарап, әрқашан топта қарауға үлкен шанс аласыз. Ал бұны көріп қояды дегендерге балконның ішіне кіріп алып отсаңыздар, сіздерді міндетті түрде көре бермейді. Осылай адамдарды күтіп алып, өтіріп зажимать етіп соға болады. Осы жерді пайдаланып, дұрыс егіне пайдаланған адам үшін бұл жер өте ыңғайлы жерлердің бірі. Топ 5. Топ 5-ті осы жерді пайдаланған дұрыс деп санаймын. Бұл жерде қазіргі адамдардың көбісі біле бермейді. Себебі бұл ойында олд игроктарына бәрі азайып, жаңа игроктар бұл жерде көп біле бермейтін. Адамдар мысалға осылай келатқан жерінен үсіп жазылмай кетіп, немесе хедшот бере алатындар үшін хедшот беріп өтіре алсаңыздар болады. Меніңше осы жерді дұрыс пайдаланған адам үшін бұл жер өте мықты тактика болмақ. Әрине бұл солоға арналған тактикалардың бірі десек те болады. Ал отряд болса сізді зажимать етіп өтіріп сай салады. Ал бірақ гранатаға сақ болып отырғанда дұрыс болады. Себебі қазіргі граната жарылады. Оңай, тез әрі мықты жарылғандықтан өте сақ және ыңғайлы. Ешкімге позиция бермей отсаңыздар, сіздерді ешкім біле беріп қарай бермейді. Ал достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Сол себептен осы жерде пайдаланады деген ойдамын. Ал видеоны аса лайк басып, арнаға жазылып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған бірге мен Лопес, және де менің персонажым Олда Лопес. Пока.